Assalamu alaikum dostlar. Бүгінгі түскі асымызға құрамында бізге күш пен энергия беретін көмірсулар, ақуыздар мен дәрумендерге бай жасымық сорпасын балаямен бірге әзірле. Алдымен бізге қажетті көкөністерді дайындаймыз. Соның ішінде пиязымызды, сәбіз, картоп және тәтті бұрышты қажетті мөлшерде орташа көлеммен турап аламыз. Жасымық сорпасының бізге берер пайдасы өте мол, әсіресе әйел денсаулығына өте қажетті, әрі темірге де бай. Жасымық сорпасының бір тәрелкесінде адамға бір күнде қажетті фолий қышқылының 90% бар. Фолий қышқылының жасымықта көп болуы жүкті әйелдерге өте пайдалы, яғни іштегі нәрестенің дұрыс қалыптасуына септігін тигізеді. Сонымен қатар жасымық басқа да макро және микроэлементтерге, оның ішінде мырыш, марганец, селен, йод, фтор, фосфорға бай. Жасымықтағы кездесетін дәрумендер де аз емес. А, Е және В тобының дәрумендері бар. Орташа көлемде туралған көкөністерімізді гхи майымен бірінен соң бірін салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен тұз, бұрыш, паприка және кептірілген сарымсақты салдым. Ал сіздер қалаған дәмдеуіштеріңізді салуға болады. Және де қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын жауып, жартылай дайын болғанша пісіріп аламыз. Көкөністеріміз жартылай дайын болғанша қытырлақ нан дайындауға кірістім. Менің жолдасым, ұлым осы жасымық сорпасына қытырлақ нанды батырып жегенді қатты ұнатады. Қытырлақ нан дайындау үшін үйдегі қара нанды алып, 4 бұрышты қылып, бөліктерге бөлдім. Және де оның үстінен үйдегі паприка қосылған және құрғатылған сарымсақ қосылған гхи майларын қосып, қызып тұрған пеште 20 минуттай ұстадым. Көкөністеріміз дайын, енді оның үстіне жуып тазартылған жасымықты қосамыз. Жасымықты дайындамас бұрын жуып тазалап, суға салып қойған дұрыс. Мен кешегі түні суға салып қойып, бүгінгі түскі асқа әзірлеудемін. Сорпамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Ұсынар кезде қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Мен ноқатты және асқабақ дәнегін үйде дайындалған қытырлақ нанымызды қосып ұсындым және әдемілік үшін сливкимен өрнек салдым. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.